жаңағы Мәдинаның ғалымдары, Ясриптің яхуди ғалымдары мына 3 сұрақ жайында сұра дейді. Егер осы 3 сұраққа жауап берсе, онда ол шынымен пайғамбар дейді. Жауап бере алмаса, онда ол өтірікші дейді. Мүддаи дейді. Яғни пайғамбарлықты өзіне телеу қылып жүрген біреу әшейін дейді. Көрдіңіз бе? Бірінші дейді, жердің бетін кезген ізгі кісі жайында сұра дейді. Екінші, қауымынан иманын сақтап қалу үшін үңгірге тығылған жігіттер жайында сұра дейді. Үшінші, рух жайында сұра дейді. 3 сұрақ. Бол енді ойбай, қатырдым деп Ясриптен келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи осылай сахабалармен отқан кезде келеді, Мұхаммед дейді, мен саған 3 сұрақ қоям дейді да. Егер де жауап берсең, сен шынымен де пайғамбарсың дейді. Жауап бере алмасаң, әшейін біреусің дейді да, оттап жүрген. Қой дейді пайғамбар саллаллаху алейхи сұрағын. Сөйтеді де айтады, жердің бетін кезген ізгі кісі жайында айтып бер маған дейді. Ана. Екінші сұрағым дейді, жаңағы үңгірдегі тығылған бір топ жігіттер, жас жігіттер жайлы айтып бер маған, және үшінші рух жайында айт дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Ей Оқба дейді, ертең келші дейді. Ертеңіне келеді ғой анау. Жауап жоқ, көрдіңдер ма дейді. Не қиналып жүрсіңдер дейді да. Мұхаммедтің шаруасы осы 3 сұрақпен бітті ғой дейді. Меккеге деген әңгіме кетіп жатыр. Әңгіме тез тарайды ғой ондай әңгімелер. Анау не болды? Мұхаммед өштің ба осы жерден, пайғамбарлығың бітті ме осы жерде? Ертең келші дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ертең келеді, тағы да жауап жоқ қой. Жоқ, уақи күтіп отыр ғой пайғамбар. Бір риуаятта 3 күн деп айтады. Екінші риуаятта 14 күн деп айтады. 15-ші анау күн сайын келе береді ше. 14-ші күн болған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, иншалла ертең келші жауабын айтамын дейді да. Не айтылмай тұр екен? Иншалла айтылмай тұр екен ғой. Каһф сүресінің 24-ші аяты. Сонымен ертеңіне келсе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сол түні қай сүре түскен? Құрандағы ең ұлы сүрелердің бірі, Құранның қақ ортасын ашып қалсаңыз, бетін атып шығатын қай сүре? Үңгір, Каһф деген сүре. Пайғамбар саллаллаху алейхи бұны жұма күні оқыған адам келесі жұмаға дейін нұрланып тұрады дейді. Оны біз көрмегеннен кейін нұрын жүре береміз да, бір-біріміздің нұрымызды көрмейтін болып қалдық қой. Бірақ негізі ол нұрмен жүреді ол. Жұмамен үзбейтін адамдар бар, Каһфты оқып үзбейтіндер. Бұлар Алланың нұрымен жүреді. Және Каһфты үзбейтін кісілер ертең Дәджалдың фитнасынан сақ болады ана. Дәджалдың фитнасы мен деген ғалымдардың бәрін алып кетеді. Мен сіздерге айтып қойайын бар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, мен деген тақуа имандыларың шықпай қой дейді Дәджалдың алдына. Иманыңа күмәнданып қаласың дейді өзіңнің. Көрдіңіз ба? Сонда өзіңнің иманыңа күмәнданудан сақтайтын не екен? Каһф сүресі дейді. Алғашқы немесе соңғы 10 аятын оқы дейді, Дәджалды кезіктірген кезіңде дейді. Ол сенен қалай қашатынын көресің. Міне сол Құрандағы ең ұлы сүрелердің бірі Каһф сүресі тұрады. Сол сүреде Алла Тағала «Уәлә тақуланна ли шайин инни фаилун залика ғадан». Мұхаммед дейді, мен ертең бір нәрсені міндетті түрде істеймін деп айтпа дейді. Илля аяқу не дейді? Иншаалла деп айт. Алла қаласа істеймін деп айт дейді. Ертең Құдай жоқ, пайғамбар жоқ, жібереміз ғой әңгімені. Суббота бүйтеміз, воскресенье сөйтеміз. Ар жағына Құдай қаласаң қосып қой. Иншалла деген сол Құдай қаласа деген ғой. Немесе Алла қаласа. Бұйыртса деп те айтады бізде оны. Осының барлығы сол мағынаны саяды. Сондықтан бұл пайғамбарға айтылып жатқан нәрсе, саллаллаху алейхи уассаламға бізге не? Бізге ғибра, бізге айтылып жатқан нәрсе ғой негізінде. Ана сүрең кешігіп жатқан себебі. Бірдеңені айтатын болсаңдар, ей Мұхаммедтің үмметі иншалла деп айтып жүріңдер деп жатыр Алла Тағала. Міне сол иншалла деген сөз 14 күн бойы тұрып, ақыры 15-ші күні түсті. Ертеңіне келді ғой, оқпай пайғамбар саллаллаху алейхи каһф сүресінің барлығын естеді, оқып берді. Сол сүреде жаңағы жердің бетін кезген ізгі кісі кім еді бұл? Зүл-Қарнайн деген кісі. Бұл Ибрахим пайғамбардың заманында немесе одан алдын, немесе одан кейін өмір сүрген дейді. Зүл-Қарнайн туралы. Оны нақты ешкім айтылмайды, мынадай өмір Алла біледі. Бірақ ол не? Бір ұстаз айтқандай, жердің бетінде положениесі болған ол. Жердің бетін Алла Тағала инна макканнаху фил ард, біз оған жердің бетінің барлығын істеп қойғанбыз дейді, бағындырып қойғанбыз дейді. Жердің бетінде бір проблема туындай ма, дереу кім шешетін болған барып? Ізгі құл шешетін болған Зүл-Қарнайн. Көрдіңіз ба? Зүл-Қарнайн деген оның жаңағы екі мүйізді деген ғой қазақша. Дулы қасында шығып тұрған бұладай екі мүйізі болған дейді. Сондықтан ол Зүл-Қарнайн деп аталған дейді. Ана Зүл-Қарнайнға қатысы жоқ бұның Александр Македонскийге. Онда қазақ тілінде ескендір Зүл-Қарнайн деп айтады ғой бізде, қазақ тілі кітаптарын, тарих кітаптарын. Ол бөлек, ол Македонский, кеше өмір сүрген адам ғой. Иса алейхиссаламнан бұрын, 300 жыл бұрын. Енді қараңыз, сол Зүл-Қарнайн бұл не қиссасы не? Каһф сүресінде келген, кіммен болған қиссасы? Яъжуж ва маъжуж деген екі тайпамен болған қиссасы.
Бұл тайпа бізге жақындар бұлар. Имам Ибн Касир Аль-Бидай ва Нихая деген кітабында айтады. Нух алейхиссаламнан кейін топан судан 3 баласы қалды дейді. Сам, Яфис, Хам деген дейді. Самнан Европалықтар Шамдағыларына, Шам деген сол, Сам деген, Шам жері. Сол Шамда өмір сүрген Сам. Арабтар кімдер шықты дейді Самнан. Хамнан негрлер шықты дейді, қара торлар. Африкалық тұрғындар. Үшінші Яфистен түркілер шықты дейді. Сол Яфистің түркілердің ұрпақтарынан Яжуж ва Мажуж деген тайпалар өмір шықты дейді. Бұл екі тайпа андай болған ғой, жаңағыдай бұзғыншы, қарақшы, айналасындағылардың барлығына тыныштық бермейтін сондай тайпа болған. Сонымен Зүлқарнайынға не түскен? Шағым түскеннен кейін барады бұл әскермен, сөйтеді жаңа қауыммен екі ортаға тосық жасап тастайды. Сәт дейді ғой, Құранда сәт деп айтады ғой. Тосық қоя, не деп айтады басқаша? Бөгет жасап тастайды. Екі ортаға бөгет жасап тастайды. Енді ол бөгетті Алладан басқа әлі ешкім білмейді. Ғылым мен техника жердің астындағы пәленбай мың километр, пәленбай 100 километрдегі мұнайды атып шығарып жатыр. Жердің бірінші бетінде тұрған Яжуж Мажуж таба алмай жатыр бәрі. Қырылып жатыр, Яжуж Мажуж қаяқта екенін таба алмайды. Таба алмайды. Алла жасырған нәрсені ешкім таба алмайды. Даджал да бар ғой, біреу тауып алды ма островын, Даджалдың аралын ешкім тапқан жоқ. Алла жасырып қойған. Бүкіл техника дамып шарықтау шегіне жетсе де оны таппайды. Өйткені Алланың уәде етілген күні ғана шығады дейді. Алла Тағала Құранда айтады. Алланың уәде еткен күні келген кезде олар шығады дейді. Бұлар шығады шынымен де ше. Шыққанда да жаман шығады. Жаңағы алды теңізден, көлден өткен кезде арты не деп айтады екен? Ойбай, мына жақта бұрын теңіз болған екен деп айтады екен, су болған екен. Ішіп кете береді ше. Орман ба? Бұлар өтіп кеткен кезде орман мынадай дала болып қалады маған. Ойпат. Жеп кетеді. Ішіп кетеді, жеп кетеді, қиратып кетеді. Сондай бұзғын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады, көзі қысық, бұты талтақ, бойы кішкентай, беті жалпақ, бастары мынадай дөңгелек. Сондай қауым. Иса алейхиссалам түседі, Даджал және Яжуж Мажуж. Яжуж Мажужды өлтіретін кім? Иса алейхиссалам дұғасы өлтіреді. Бұлар жер бетіне шығып, бәрін қиратып Шамға дейін барады. Бұлар Табария көлін шығып қояды. Даджалдың сұраған көлін. Сол көлді ішіп болғаннан кейін енді бәрін болды қой, Құдайды өлтіреміз деп айтады ғой, қарасаң. Құдайды өлтірейік деп, анау аспанға садақпен оқ атады бұлар ше. Сөйтіп садақтың жебесі қан болып түседі жерге. Құдай өлді деп айтады. Билік бізге қалды деп айтады. Сонда Иса алейхиссалам дұға қылады. Алла Тағала көктен не жібереді дейді? Құрт жібереді. Жеген құрт астарын тесіп шіртіп шығарады дейді бұларды. Бұлардың саны көрінбейді, бұлар сондай шексіз да. Сөйтеді де жердің беті шірейді дейді, ана сасиды. Сонда Иса алейхиссалам қасындағы мұсылмандармен бір төбенің үстінде дейді, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дұға қылады дейді. Сонда Алла Тағала белгісіз бір хайуандар жібереді дейді. Түйелер, мойны түйелердің мойны сияқты. Аналарды асап ковышпен не қылған сияқты. Тазалап алып кетеді дейді. Бірақ жердің беті сасықтан, өлекседен әлі тазармаған кезде Иса алейхиссалам қасындағы мұсылмандармен тағы да дұға қылады дейді. Сол кезде Алла жаңбыр жібереді дейді. Жаңбырдың берекеті ғой. Жаңбырмен жуып шайып жердің бетін тазалайды дейді. Содан кейін қайтадан бейбіт өмір басталады дейді. Бірақ енді бұлардың бәрі тез-тез болады. Сол міне Яжуж Мажуж неге айтып кеттік біз? Зүлқарнайынды айтып отырдық. Сол Зүлқарнайын сол Яжуж Мажужды не істеген кісі? Құранда оқиғасы мына Кахф сүресіндегі. Бөгет тастап салып кеткен кісі. Әлі бар, олар көбейіп жатыр жердің астында. Ана Властелин колец деген киноның ішінде соны көрсеткісі келеді жаңағылар. Жердің астындағы табанды, басы да, құлағы да бірдеңелер. Олардың бәрі сол бос жерден алады, қаяқтан алады, адамның ақылы шектеулі өйткені. Одан кейін екінші айтылған нәрсе жердің бетін иман сақтап қалуға. Бұл жаңағы бір топ жігіттер, білесіздер, 3 ғасырдан астам уақыт ұйықтап қалады үңгірге келіп. Қастарында иттері бар. Сәләсәтун рабиғухум кәлбухум дейді. Олар үшеуі 4-ші ит еді дейді, Алла Тағала айтады. Хамсатун сәдисухум кәлбухум дейді. Олар 5-ші 6-ші ит еді дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұлар сол жерде 300 жыл ұйықтады. Алла Тағала Құранда айтады, оларды біз оңды, солды ауыстырып отырдық дейді. Үңгірдің ішінде. Үңгірге күн таң атып келе жатқан кезде және күн батып бара жатқан кезде түсетін еді дейді. Сол қара аяттың әрбір аяттың астарын қарасаңыз, бүйтіп ауыстырып отыр, орындарын ауыстырып отқан ғой 300 жылдан астам уақыт бүйтіп. Ана ит үңгірдің басында былай отқан. Өйткені үңгірге ешкім кірмеу керек. Жылан план ішінде біреулер жатыр деген сияқты ғой ит. Осылай жататын баға ит. 300 бірдеңе жыл жатқан. 310 жыл деп те айтады, 309 жыл деп айтады. Сонда Құдайдың құдіретін қараңыз. Жаңаларды аунатып отқан себебі дейді.
егер бір қапталмен 300 жыл ұйықтайтын болса, шіріп кетеді екен ғой адам ше. Былай бір қапталмен жата береді. Біздің өзімізде сондаймыз ғой. Түнде әжептәуір былай жатасың, азанда былай тұрасың ше. Түнімен домалаймыз да. Өйткені дәл сол жатқаныңда азанда өйтіп тұратын болсаң, не? Денең кейбір жерлер үйіп қалады, істемей қалады. Құдайдың құдіреті адам ұйықтап жатқан кезде ауыстырып отырады екен да былай. Енді бұл сол жаңағы Алланың рахымы, мейірімден шексіздігі пендесіне берген. Солар не үшін осындай дәрежеде, Құран айтатындай дәрежеде бұл жігіттер қалып қойды десек, бұлар иман сақтау үшін елін тастап кеткен кісілер екен. Иманды сақтауға егер адам тырысатын болса, Алла оған ғажайыптарды көрсетеді дейді ғой. Иманды сақтайым деп адам тырысатын болса, біздің елде де көп қой, баяғы Совет үкіметінің кезінде иманын, дінін сақтайым деген не бір ғалым әулиелердің жасаған караматтары бар кәдімгідей. Иманын сақтайым деген адамға Алла не болады екен? Алла жәрдемші болады екен. Үшіншісі, рух жайында сұрайды дейді. Рух бұл Алланың әмірінен, Алланың ісінен деп айт деп Алла Тағала жылы жауап қояды. Өйткені адамның санасы жетпейді рух деген мәселеге. Осы 3 сұраққа жауап берген кезде Уқба ибн Аби Муайт не істейді? Сол жерде мойындайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды, пайғамбарсың деп айтайын десек мойындамайды ғой, бұл өмір бақи сол күпірлігінде қалады ғой. Көрдіңіз ба? Ол да сол несінде қалады, күпірлігінде.